Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз, сабағымыз workbookпен жалғасады. 17-ші беттегі тақырып болып табылады. Енді present simple деген тақырыпта, present simple біз алдында students bookта өткенбіз, ауыспалы осы шақ. Яғни бұл қандай іс-әрекетті көрсетеді, күнделікті, яғни қайта-қайта қайталана беретін іс-әрекетті көрсетеді деп алдын айтқанмын, иә. Енді окей, бірінші тапсырмада бұл жерде complete the table with the words in the box. Бұл жерде кестенің ішіндегі сөздерді ережеге сүйеніп толтыруымыз керек екен. The first will be екі түрде берген екен, affirmative, яғни мына үш сөйлемді біз affirmative жай сөйлемде құрауымыз керек, және де negative астындағы үш сөйлемді негативқа құрауымыз керек, болымсыз сөйлемде. Okay, the first I немесе you live in London, he немесе she lives in Berlin, we, you немесе they live in Paris. Бұлардың барлығы affirmative sentence. And negative. Негативте төртіншісі I немесе you don't speak Spanish. Бұл жерде яғни he, she, it есімдіктер келетін болса, біз does көмекші етістігін міндетті түрде қолданамыз. Қалған жағдайда біз do көмекші етістігін қолданамыз. Бесіншісі he, she doesn't speak Mandarin. Соңғысы we, you, they don't speak French. Okay, next exercise, number 2, complete the text using the correct form of the verbs in brackets. Brackets деп тұрғанымыз бұл жерде жақша. Бізде мына Мұхаммедтің суретін берген, соның ішіндегі present simple'ды қолданып әрине түрлендіруіміз керек екен, жақшаны сыртқа шығарып. Okay, let's begin. Hi, my name is Muhammad. I'm 12 and I'm from Casablanca in Morocco. I speak 3 languages, Arabic, French and English. At home, we always use Arabic or French. My parents don't speak English. I go to an international school and we speak French in class. Бесіншісі, we also study English for 4 or 5 hours a week. My teacher, Monsieur Joubert, is very clever. He speaks 6 languages, but he doesn't speak very good Arabic. Sometimes my best friend Yusuf uses Arabic in class, but Monsieur Joubert doesn't understand. Well, next exercise, number 3. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box. Әрине, мына кестенің ішіндегі сөздерді біз қолдануымыз керек. Present simpleға қоюымыз керек. Үшіншісі, мінеки. Бірінші, Tom and Emma go to language school on Mondays. Екінші, the second, Freddie studies German at school. The third, үшіншісі, we like English pop music. Төртіншісі, my grandmother is from Poland and she watches films in Polish. Бесіншісі, Oliver and Pascal read French books with their father. Алтыншысы, I use a dictionary in my Italian class. And the last one, he plays American computer games. Мінеки осылай болады. Төртіншісінде бізде бұл жерде не істеуіміз керек? Екі Джеймс және Люсидің суретін берген екен.
біз мынау жанындағы сөздерді берілген сөйлемді қолданып сөйлем құрауымыз керек. Бірақ мына жерде мынау белгі болатын болса, жай белгі болатын болса, біз жай сөйлем құраймыз affirmative. Ал егер мына жерде x болып тұратын болса, онда ол, яғни болымсыз сөйлем болып табылады, negative. Біріншісінде қалай болады? Lucy studies Spanish at a language school. Яғни Люси Испания at a language school. Тілді мектеп, Испания тіліндегі мектепте оқиды деген мінекей. Люсиді жазған екен. Бұл жерде біріншісін бастап беріп болған кітапта. Мінекей бірінші кестенің ішіндегін, сосын Люсиден біз ары қарай мынау берілген өздерінің аттарын берген, сонымен жалғастырамыз, иә. Окей. The second, James plays football with friends. Окей, берілген. Не үшін бұл жердегі мен тек қана James plays деп негатив жазбадым, себебі берілген төрт сөйлемді біз басынан бірінші affirmative-ке құрауымыз керек. Екіншісінде біз x-ін тауып негативке құрауымыз керек. Окей, the third, Lucy goes to music lessons. The fourth, James and Lucy chat on the internet with friends. Мінекей екеуі бізде chat on the internet. Мінекей мына жерде екі белгі бірдей болып тұр, сондықтан біз жай сөйлемде құрадық. Кеттік. Бесінші, the fifth, Lucy doesn't study Spanish at a language school. Бұл жерде енді бізде немен басталып тұр? Негатив сөйлемнен басталып тұр, болымсызбен. The sixth, алтыншысы, Lucy doesn't play football with friends. The seventh, James doesn't go to music lessons. And the last one, James and Lucy don't watch DVDs at home. Бүгін біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті тапсырмаларды әрине бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.